Аты толғау күйінің бірінші бөлімін үйренеміз. Күй жиыны 3 бөлім тұрады. Ал бірінші бөлімді көретін болсақ, ең әуелі осы күйдің нотасында біз мына екі жерді диққат етеміз. Біріншісі мына астыңғы шек және үстіңгі шектен келетін ноталар. Мына жердегі мына бір пернеде екі нота болады. Біріншісі астындағы ноталар, одан үстіңгі пернедегі ноталар. Осы бойынша. Ал енді біз көруге мына сызықтың үстіндегі тұрған ноталардың барлығы домбыраның астыңғы пернесінен келеді, ал сызықтың астында тұрған ноталар домбыраның үстіңгі пернесінен келеді. Ондай болатын болса, біз ең әуелі біз әзір осының бастапқы бөлімін көрейік. Мысалы, домбыраны теңшеп болғаннан кейін, осы күйді басып шертеміз. Ал шерту барысында бұл күйде кезігетін көптеген қағыстар бір асты үш үсті қағыстармен кезігеді. Мысалы, бір асты үш үсті қағыс. Ал одан кейін арасында теріс ететін бөлімдерінде біз асты үсті қағыстармен жетеміз. Осылай болады. Ал әзір енді осы маштарға машық болғаннан кейін осы домбыраның 19 пернесіндегі ноталарды негізінен білуіміз керек. Мысалы, қай жерде со дыбысы бар, қай жерде ми дыбысы бар, ла дыбысы, ши дыбысы, до, ре, ми, фа, сол, ла, қай жерде соны жаттап алуымыз керек. Ал андай болатын болса, әзір осы бірінші солды, екінші солды көрсетіп қойдым. Осы екі солдағы нотаны біз әзір көріп үйренеміз. Ал енді осы бірінші тәктегі нотаны көретін болсақ, мына жердегі нөл берілген жері. Бұда біз ешқандай нәрсе шертпейміз. Тек осы ноталар берілген жердегі ла, жай, шың, фа, ла дыбыс. Осыларды қосып шертеміз. Қарасақ, бірінші солда осы бір тәктегі нотаны біз жиыны 1, 2, 3, 4 рет қайталап шертеміз. Ондай болса қалай шертіледі? Ең әуелі бірінші саусақпен мына жердегі екінші перненің астындағы ла дыбысын басамыз да, үстіңгі шек, мына бос шек өзі жай дыбысы болады. Осыны шертеміз. Одан кейін астағы ла дыбысы. Одан кейін шың, фа дыбысы. Төртінші перненің үстіңгі жағы шың, фа болады. Үшінші соқпен аламыз. Одан қайтасындағы ланы басамыз. Сонда қайталап шертсек, міне. Екі шекті алма кезеп бүйтіп үстіге қарай шертіп отырамыз. Енді қағыста асты үсті қағыс берілген, үстіге қарай шертсек те болады, иә? Осы жерін біраз диққат етейік. Ал енді болса, осыны негіз енді былай алмасты шертсек те болады. Мысалы, үстіңгі бос шек, бұны астыңғы шек шеккен кезінде ортаңғы саусақпен үстіге қарай шертсек те болады. Одан үстіге қарай. Одан кейін міне. Деп төртінші жетеміз. Төртінші жеткеннен кейін, ал енді біз бірінші солдың ең соңғы тәктіне келдік, мына бір тәктіке. Осы бір тәктіке көретін болсақ, асты үсті қағыспен шертілген. Ал одан кейін астыңғы шекте біз ла дыбысын басамыз, екінші перненің асты сол саусақпен басамыз. Ал үстіңгі шекте ми дыбысын басамыз, бас бармақпен. Ми дыбысы сол саусақтың үстіндегі пернеде болады. Қағысы екі шекті бірдей басып тұрып, астыға үстіге үшеу. Ал одан кейін екінші солға өтсек, бұл жерде де сол тағы да бір рет қайталап шертеміз. Ал болғаннан кейінгі жерінде нотада ми, со, фа, ми. Астыңғы шекте біз ла дыбысын басып тұрады екенбіз. Ми астыға қарай. Енді со деген кезде төртінші саусақпен мына жердегі астындағы ла дыбысын қоя бермей тұрып, төртінші саусақпен үстіндегі мына жердегі со дыбысын орындаймыз. Бесінші перненің үстіндегі со дыбысы. Ми, со, одан шың, фа, ми. Жер төрт нота асты үсті қағыспен шертіледі. Тағы бір көрсетіп өтейін, міне. Ми, со, фа, ми. Ал одан кейінгісінде үстіңгі шекте ла дыбысы. Астыңғы шекте ла дыбысы, одан үстіңгі шекте біз жай дыбысы, яғни бос шек орындаймыз.
астыға тағы бір. Ал одан кейінгі жерінде со дыбысы мен ши дыбысы. Ши дыбысын бір ұзық басамыз, төртінші перненің астыңғы жағы болады. Үстіңгі жақта со дыбысын орындаймыз. Астыға бір, үстіге үш жүреді. Ал бір жол болды. Енді осыдан кейінгі жерін ал енді әзір үшінші, төртінші солға қарайық. Тағы да үшінші солдың басындағы бірінші тәкітте міне деп шертеміз. Содан кейін ши, рай, до, ши. Бастырмақ қозғалмай тұрады. Одан кейінгі жерде міне бастырмақ со дыбысына қозғалмай тұрады. Біз мына дыбыстарды орындаймыз. Ши, рай, до, ши. До дегенде шың до дыбысын орындаймыз. Ши астыға, рай дегеніміз төртінші саусақпен жетінші перненің астыңғы жағындағы рай дыбысын орындаймыз да, үстіге қарай біреу. Одан кейін үшінші саусақпен мына жердегі шың до дыбысын орындаймыз. Шың до дыбысы алтыншы перненің астындағы дыбыс болады. Одан кейін шиге қайтамыз, төртінші перне. Қосып орындайтын болсақ, ши, рай, до, ши. Одан қоя береміз де, одан кейін тәкітте перненің астыңғы жағы ла, үстіңгі жағы рай. Осыдан жиыны 8 ауыз орындаймыз. Ал үшінші солдың соңындағы нотаға қарайтын болсақ, бастырмақта ми дыбысы бірінші сызықты ла дыбысы қозғалмай тұрады. Бастырмақ басамыз. Ал төртінші солға өттік. Төртінші солдың басында тағы да осы дыбысты қайталап төртте жетеміз. Ал одан кейінгі жерінде ми, со, фа, ми. Миді басып тұрамыз. Тағы да бесінші перненің үстіңгі жағы төртінші солғын басамыз. Одан шың, фа, одан миға келеміз. Ал одан кейінгі жерінде ла мен рай дыбысы. Бұны тегіз біз 8 рет қайталап орындаймыз. Ал одан кейінгі жерінде ми, фа, фа, рай. Бастырмақ ми дыбысын басады. Астында жердегі ла дыбысын орындаймыз. Ми. Одан фа деген кезде шың фаны ұстаймыз. Төртінші саусақпенен. Одан кейін рай қоя береміз. Үстіңгі бос шек рай болады. Астында ла. Одан екі орындаймыз. Ал одан кейінгі жерінсе ми, фа, фа, ми болып өзгереді. Ми, фа, фа, ми. Ал енді әзір жердегі нотаға келдік міне. Ми, рай, фа, ми. Ми астыға жетеміз. Одан қоя береміз. Фа деген кезде міне төрт соқ баламыз. Одан кейін ми. Одан кейін астында ла, үстінде бос шек. Назым жешін орнап болдық. Одан кейін осы бөлікті біз тағы қайталап орындаймыз, ең соңындағы екі солда осыны қайталап орындаймыз. Тағы да ми, фа, фа, рай. Қоя береміз. Одан кейін ми, фа, фа, ми. Одан кейін ми, рай, фа,